Сәлем достар, менің онлайн тегін мастер-классыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазіргі кезде хит десерттердің бірі муссовый торт, муссовый пирожный және де бетіне құятын мінсіз зеркальная глазурь дайындайтын боламыз. Зеркальная глазурь дайындаймыз, онымен муссы торттардың бетін қаптаймыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Ең басты ингредиенттердің бірі глюкоза сиробы, оны кондитерлік дүкендерден тапсаңыздар болады. Бағасы қымбат емес, бәр жоғы 500 теңге тұрады. Сонан соң шоколад табиғи шоколад алғандарыңыз дұрыс. Менде Колибау шоколады. Сонан соң желатинді мен порошок күйінде пайдаландым. Оған салқын су құйып, осылай бұқтырып қойғанмын. Және де сгущенка қажет болады. Сгущенканы өте сапалы сгущенка алғандарыңыз дұрыс. Менде Алексеевская сгущенкасы. Сонан соң су және құмшекер қажет. Пешке қоятын ыдысымызға глюкоза сиробын, суды және құмшекерді салып, орташа отқа қоямыз. Осы массамыз, яғни сиробымыз қайнау керек. 100 градустан температурасы жоғары болу керек. Біздің сиробымыз қайнады, оны пештен аламыз. Блендердің стаканына шоколад, сгущенка және ісініп тұрған желатинімізді салып, үстінен ыстық күйінде сиробымызды құямыз. Осындай погружной блендерді стаканымызға саламыз және де бірінші қоспай, жай ғана ауасын шығарамыз, жай араластырғандай боламыз. Сонан соң блендерді 45 градуста қойып, осы массамызды айналдырып, бір текті масса қыламыз. Және осы сәтте кішкене бояғыштан өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен қызыл түске боядым. Блендерді 45 градуста ұстаймыз. Тікесінен ұстауға болмайды, себебі арасына ауа кіргізіп жіберуіміз мүмкін. Ол ауа бізге тортты жапқан кезде көпіршік болып зиян тигізіп тұрады. Сол себепті барлық осы қағидаларды сақтанатын болсаңыздар, сіздерде өте мінсіз, әдемі зеркальный глазурь шығатын болады. Глазурымыз дайындап болған соң, арасында ауа және көпіршік қалып кететін болса, оны оңай түзуге болады. Бірнеше мәрте ситадан өткізетін болсақ, көпіршіктер қалмайды. Көптеген кондитерлер глазурды дайындап болған соң, бетін пищевой пленкамен жапсырып жауып, холодильникке бір түнге салып қояды. Бұның салуының себебі арасында ауа қалып кететін болса, сол ауаның бәрі жоғарыға шығып, пленкаға жабысады. Пленканы алған кезде пленкамен бірге ауасы да алынып кетеді. Мен бірақ былай да жасап көрдім. Ешқандай айырмашылығын байқамағандықтан сіздерге бірден глазурь дайындап, оны жұмыс температурасына келтіріп құюды кеңес беремін. Сонда да ауа қалдырмауға тырысыңыздар. Глазурымыз дайындап болған соң, пищевой пленкамен глазурдың бетін жанастырып жауып қоямыз. Яғни бір-біріне тығыз осылай жанасып жабысып тұру керек. Енді глазурымызды жұмыс температурасына алып келуіміз керек. Яғни бұның жұмыс температурасы 34-36 градус қалып барымыз. Оған шейін бөлме температурасында қойып қоямыз. Және бізге термометр қажет болады. Осы термометрдің көмегімен қарап тұрамыз. Міне қараңыздар, бізде қазір 34 градус болып тұр. Яғни глазурымыз дайын болды. Енді холодильниктен, яғни морозильниктен мусты тортымызды немесе пирожныйымызды шығарамыз. Мен осындай решетка қоямын және астына бір ыдыс қойып, оның бетінен пищевой пленка төсеймін. Морозильниктен пирожныйымызды немесе тортымызды шығарамыз. Ол бұл сәтте қатты тас болып тұру керек. Формадан шығарып, осындай решетканың бетіне қоямыз. Мен бірнеше пирожныйды бірден жабатын болғандықтан, яғни құятын болғандықтан бәрін осылай қойдым. Егер сіздер біртіндеп құятын болсаңыздар, қалған пирожныйларыңыз шетте күте тұрмайды. Себебі ол еріп кетеді. Еріп кеткен соң глазурь оның бетінен сырғанап түсіп кетеді. Жұмыс температурасын сақтау өте маңызды. Егер сіздер жұмыс температурасынан асырып жіберетін болсаңыздар, глазурларыңыз ағып жерге түсіп кетеді. Ал егер де жеткізбей құятын болсаңыздар, ол кезде қалың болып бетінде ұсқынсыз болып көрініп қалады. Сол себепті осы температураны сақтаныңыздар.
пирожныйларды формадан шығарған соң олардың бетінде конденсат түзілуі мүмкін. Сол конденсатты қолымызбен сүртіп жібереміз, немесе құрғақ салфеткамен сүртсеңіздер де болады. Және пирожныйларды ұзақ сақтамаймыз. Глазурымыз жұмыс температурасына келген соң бетіне осылай видеодағыдай барлық шетіне құйып шығамыз. Астына аққан глазурды жинап аламыз және ситадан тағы да өткізіп, келесі жолы қолдансақ болады. Дайын глазурды холодильникте бетін пищевой пленкамен жауып 1 айға шейін сақтаймыз. Холодильникке салған соң глазурымыз қатып қалады. Оны пищевой пленкасын алып, микротолқынды пеште импульсы 10-15 секунд сайын араластыра отырып ертіп аламыз және тағы да бір рет блендерден өткізіп, содан соң ситадан өткізіп, содан кейін барып қолданамыз. Достар, егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып және тіркелмеген болсаңыздар менің каналыма тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар. Соңғы кезде хит болып жүрген десерттердің бірі өте ерекше және дәмі балмұздақ секілді мусты пирожныйлар дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Біз жасайтын пирожныйымыз 3 бөліктен тұрады. Мусты бөлік, конфи және де бисквиттен. Ең алдымен конфи дайындауымыз қажет. Ол үшін желатинімізге салқын судан құйып, қасықпен жақсылап араластырып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Яғни желатиніміз ісіну қажет. Конфи деген сөзден қорықпаңыздар. Конфи дегеніміз біз білетін кәдімгі желе. Пешке қоятын ыдысымызға малинамызды саламыз. Менде морозилниктен шыққан малина. Сонан соң құмшекерімізді салып, жай отқа қоямыз. Осы массамызды үнемі араластырып отырамыз. Қайнаған соң тағы да 5 минут қайнатып, пештен аламыз. Малинамызды қайнатып болған соң блендердің көмегімен пюре жасап езіп аламыз. Малинаны дәнектерінен айыру үшін осылай ситамен өткізіп алсаңыздар болады. Малина пюресі дайын болды. Енді оған ерітілген желатинді қосамыз. Желатиніміз 20 минут тұрып ісінген. Сонан соң оны микроволновкаға 2-3 секундқа қойып ертіп аламыз. Желатин қайнатпаңыздар, оны қайнатуға болмайды. Өзінің қасиетін жоғалтып алуы мүмкін. Желатинімізді осылай пюремізге қосып, барлығын араластырып аламыз. Біздің конфиіміз дайын болды. Оны осындай мини трюфель деген формаға құямыз. Конфиімізді морозильникте қатқанша ұстаймыз. Менде 2 сағат тұрды. Конфиді алдын ала дайындап, морозильникте 1 айға шейін сақтай берсеңіздер болады. Бірақ пищевой пленкамен міндетті түрде жақсылап орау қажет. Бисквит дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Ең алдымен құрғақ қоспаларымызды өзара араластырамыз. Ұнымызға жүгері крахмалын қосамыз. Қопсытқышты салып, барлығын араластырамыз. Жұмыртқамызға құмшекер мен тұзды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығына бастап, жылдамдықты ұлғайта отырып, ағарып, көлем жағына ұлғайғанша миксерлейміз. Менде жұмыртқам шамамен 7 минут миксерленді. Сонан соң сұйық майымызды құйып араластырамыз және електен өткізілген құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. 2-3 этапқа бөліп қоссаңыздар болады. Лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай абайлап араластырамыз. Қамырымызға ең соңынан қайнап тұрған ыстық кипятогымызды 2 этапқа бөліп құйып, жақсылап араластырамыз. Оны да лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластыруымыз керек. Противенге пергамент қағазын төсеп, дайын болған қамырымызды құямыз. Және де қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 7 минут пісіріп аламыз.
Бисквитіміз дайын болған соң суытамыз. Суыған бисквитімізді өзіміз форманың көмегімен дөңгелекшелеп кесіп аламыз. Мен осындай насатканың көмегімен кестім. Пирожныйымызды трюфель формасымен жасаймыз. Формамызды тақтайдың үстіне қойып дайындаймыз. Ақ шоколад қосатын мусс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Мен желатинмен салқын су құйып, бұқтырып қойдым. Шоколадымызға ыстық сүтті құямыз. Және 1 минут шоколадымыз ерігенше күтеміз. 1 минуттан кейін осындай венчиктің көмегімен араластырамыз. Шоколадымыз толығымен еріген соң, ісінген желатинімізді микроволновкада 2-3 секундта ерітіп аламыз. Еріген желатинімізді шоколадты массамызға қосып, барлығын араластырамыз. Шоколадты массамызды суытуымыз қажет, оны бір шетке қоя тұрамыз, ал өзіміз ыдысымызға сливкимізді құямыз. Міндетті түрде 33-35% сливки болу керек. Мусс дайындау үшін 33-35% сливкимізді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, еріген балмұздаққа ұқсаған күйге келгенше миксерлейміз, яғни аяғына шейін миксерлеудің қажеті жоқ. Тура видеодағыдай миксерлеңіздер. Ыңғайлы болу үшін сливкимізді кеңірек ыдысқа ауыстырып аламыз. Сливкидің үстіне суыған шоколадымызды құйып, осындай бірінші лопатканың көмегімен, кейін венчиктің көмегімен араластырамыз. Дайын болған конфемізді формадан шығарамыз. Ол оңай және тез шығатын болады. Мусты пирожныйымызды осындай формада жинайтын боламыз. Формамызды тегіс тақтайдың үстіне қойып аламыз. Алдымен муссымыздан формамыздың жартысына дейін құямыз. Сонан соң дәл ортасына конфемізді саламыз. Қайтадан мусстан құямыз. Формамызды қатты толтырмаймыз, себебі бетінен бисквит салатын боламыз. Муссымызды құйып болған соң, ортасына бисквитімізді салып, сәл батырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, морозильникке кем дегенде 12 сағатқа салып қоямыз. Біздің пирожныларымыз мұз болып қату керек. Қалған пирожныларды мен осындай жүрекше қылып істегім келді. Және муссымызды құйып, тура жаңалдегідей жасап шығамыз. Морозильникке бетін жауып 12 сағатқа саламыз. Мұз болып қатқан пирожныларымызды морозильниктен шығарып, бетіне зеркальная глазурды құямыз. Бұны сіздерге алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын, сол бойынша құйсаңыздар болады. Және пирожныларымызды осындай пышақпен палетканың көмегімен абайлап аламыз. Толығымен глазурымыз ағып кету керек, сонан соң қойғандарыңыз дұрыс. Дайын болған пирожныйымызды 2-3 сағатқа холодильникке салып, толығымен ерітуіміз керек. Міндетті түрде холодильникте ерітіңіздер, сол кезде балғын, жұмсақ, біртекті болып ериді. Міне осындай әдемі пирожный шықты, дәмі деген керемет, балмұздақ секілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге жасаңыздар деп кеңес берем. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойсаңыздар болады. Және поделиться батырмасын басып, достарыңызбен осы видеоны бөлісіп қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығатын, ауызда еритін муссовый лимон клубника тортын дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Көп адамдар муссовый тортты өте қиын, дайындалу жолы ауыр деп есептейді, бірақ негізінде олай емес. Біздің бұл жасалатын тортымыз шифоновый бисквиттен, мусс пломбирден және де лимон клубникадан
жасалған прослойкадан тұратын болады. Бұл тортымыздың құрамында лимонная прослойка болғандықтан тортымыз ерекше болып шығады. Егер сіздерге ерекше торттар ұнаса, видеоның соңына шейін көріңіздер. Бірінші лимонная прослойкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге желатин қажет. Мен желатинге салқын суды құйып, бұқтырып, ісінгенше қойып қойдым. Менің желатиным дайын. Сонан соң осы экрандағы заттар қажет болады. Пешке қоятын ыдысымызға жұмыртқаның сарысын, құмшекерді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Аздап судан құямыз және лимон қышқылының суынан құйып, барлығын араластырып, жай отқа пешке қоямыз. Осы массамыздың қоюланғанын күтеміз. Бұл қатты қоюланбайды, себебі оның құрамында крахмал жоқ. Сол себепті термометр пайдаланып 75-80 градусқа шейін апарсаңыздар жеткілікті болады. Ыстық кезінде үстінен шоколадтан салып 1 минут күтеміз. 1 минут өткен соң бұны жақсылап араластырамыз. Шоколадымыз толықтай еріп кетуі керек. Ісініп тұрған желатинімізді микроволновкада 2-3 секундқа ерітіп аламыз. Сұйық болған соң осы массамызға қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Осы массамыз тезірек суы үшін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Біздің массамыз суығанша мұздай холодильниктен шыққан 30-35% сливкимізді осылай миксердің көмегімен миксерлейміз. Ең төмен жылдамдығына бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, еріген мороженыйға ұқсас масса шыққанша миксерлейміз. Бұндай аз мөлшердегі сливкиді осындай тұмсығы ұзын блендердің ыдысымен миксерлеген өте оңай және жан-жаққа шашырамайды. Міне біздің сливкиіміз дайын болды. Ол осындай болып шығады. Шоколадты лимонды массамыз толығымен суыған соң біртіндеп сливкиімізді қоса отырып араластырамыз. Осындай венчикпен араластырған дұрыс. Сол кезде толығымен араласатын болады. Біздің лимонный прослойкамыз дайын болды. Прослойканы құятын формамыз дайындаймыз. Мен осындай 16 сантиметрлік резак формасын пайдаландым. Және де пищевой пленкамен түп жағын тартып қойдым. Пищевой пленкамыз жақсы жабысу үшін формамыздың шетін сулап, пищевой пленканы тартып жапсаңыздар, оңай жабысатын болады. Біздің формамыз дайын, ол осындай болып шығады. Енді бұны қатты тақтайдың үстіне қоямыз және өзіміздің болашақ прослойкамызды құйып, морозильникке кем дегенде 2-3 сағатқа салып қоямыз. Келесі лимонный прослойкамыз дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Клубникамызды осындай үлкен емес бөліктерге бөліп аламыз. Пешке қоятын ыдысымызға клубникамызды саламыз. Оның үстінен құмшекерімізді саламыз. Және де суымызды құйып, жай отқа қоямыз. Клубникамыз қайнаған соң тағы да 1 минут қайнатамыз. Сонан соң газдан аламыз және тезірек су үшін бөлек ыдысқа аударамыз. Ісініп тұрған желатинімізді микроволновкада 2-3 секундта ерітіп аламыз. Сонан соң біртіндеп осы клубничный массамызға қосып араластырамыз. Осы массамызды жақсылап суытамыз. Бөлме температурасындай болып суыған кезде лимонный прослойкамыздың үстіне саламыз және бетін тегістеп, енді толығымен морозильникке 2-3 сағатқа қатқанша салып қоямыз. Келесі дайындайтынымыз бисквит. Кез келген бисквиттің түрін пайдалансаңыздар болады. Мен шифоновый бисквит дайындаған болатынмын. Алдыңғы муссовый пирожный жасаған кезде сол бисквитті пайдаландым. Диаметр 20 сантиметрлік формамен осылай кесіп аламыз. Келесі мусс пломбир дайындаймыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Және де желатинді бұқтырып, ісіндіріп, алдын ала жасап қойғанмын. Пешке қоятын ыдысымызға жұмыртқамызды
құмшекерімізді және жүгері крахмалын саламыз. Осы кезде микроволновкада сүтімізді ысытып аламыз. Ысыған сүтімізді біртіндеп құя отырып, венчикпен барлығын бір текті масса болғанша араластырамыз және жай отқа қоюланғанша қоямыз. Міндетті түрде отта тұрған кезде астын қозғап тұрыңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Біздің қайнатпалы пломбир креміміз дайын болды. Бұл кремімізді оңай су үшін бөлек ыдысқа аударып аламыз. Бетін пищевой пленкамен ВКонтакте жабамыз және де толығымен осы қайнатпалы кремімізді суытамыз. Қайнатпалы креміміз суығанша біз формамыз дайындап аламыз. Мен осындай домалақ кольцода жинайтын боламын. Домалақ формамның диаметрі 20 см. Оны алып, төменгі жағын пищевой пленкамен осылай форма жасап орап аламын. Пищевой пленкамен ораған кезде жабыспай жатса, жайлап сулап жіберсеңіздер болады. Және де осы формамыздың ішіне міндетті түрде ацетатный пленка төсейміз. Сол кезде біздің тортымыз оңай және тез алынатын болады. Пищевой пленканы төсеген кезде теп-тегіс болған дұрыс. Сол кезде біздің тортымыз мінсіз болып шығады. Барынша тегіс қылып істеуге тырысыңыздар. Тортымызды дайындамас бұрын міндетті түрде қатты тақтайдың үстіне қойып аламыз. Мұздай холодильниктен шыққан 33-35% сливкимізді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып миксерлейміз. Біздің массамыз, яғни сливкиміз еріген балмұздақ секілді болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Міне қараңыздар, сливкиміз дайын болды. Салқындаған қайнатпалы кремімізді аламыз және оған желатинімізді микроволновкада 2-3 секундқа қойып ерітіп, сұйық болған соң осы массамызға жайлап қоса отырып, миксерлеп араластырамыз. Сливкиімізге қайнатпалы кремімізді 2-3 этапқа бөліп қосып араластырамыз. Бірінші лопаткамен араластырамыз, кейінірек венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің мусымыз дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз. Алдымен прослойкаларымызды морозилниктен шығарамыз. Морозилниктен шығарған соң ол қатып тұрады және оны жібітіп алу үшін қолымызбен осылай жылуын береміз. Және де пышақтың көмегіне жүгініп прослойкамызды алсақ болады. Алдын ала дайындалған формамызға мусымызды шамамен 1 см қылып құйып, қасықпен бәр жағын тегістеп шығамыз. Мусымызды 10-15 минут морозилникке қатайғанша қойып аламыз. Қалған мусымыз қатып қалмас үшін кондитерлік қалташаға құямыз және қатып жатқан жағдайда жылы суға батырып ерітіп алсаңыздар болады. Шамалы мусымыздан тортымыздың ортасына құямыз және қасықпен жайып шығамыз. Бұны біз клубничный прослойканы қойған кезде муспен арасында ауа қалып кетпес үшін жасаймыз. Прослойкаларымызды мустың дәл ортасына қоямыз. Клубника бетін төмен қаратып қоямыз және де қалған мусымызды осы прослойканың жан жағына құямыз және бетіне құйып, бәрін тегістейміз. Арасында ауа қалып кетпес үшін осылай тақтайшаны көтеріп, жоғары сілкілейміз. Және де ең соңынан бисквитімізді дәл ортасына қоямыз және қолымызбен кішкене итеріп басамыз. Бетін пищевой пленкамен жауамыз. Морозилник кем дегенде 12-13 сағатқа салып қоямыз. Бұл біздің мусымыз мұз болып қату керек. Морозилникте кем дегенде 12 сағат тұрған тортымызды формамыздан шығарып, осындай биік ыдысқа қоямыз және зеркальная глазурды ортасынан бастап шет-шетіне қарай құямыз. Зеркальная глазурның рецепті менің каналымда бар, описаниеде ссылкасын қалдыратын боламын. Осы глазурымыз толығымен ағып кеткенін күтеміз. Пышақтың немесе палетканың көмегімен осындай астындағы аққан глазурлерді тазалап аламыз. Және де абайлап бір шетін палеткамен, екінші шетін пышақпен ұстап көтеріп ыдысымызға саламыз. Зеркальная глазур біздің пышағымызға жабысуы мүмкін, сол үшін абайлаңыздар. Міне біздің тортымыз дайын болды. Ол осындай керемет көз тартатындай болды.
оны кесер кезде пышағымызды алдымен жылы суға батырып аламыз және құрғатып сүртіп, сосын барып кесеміз. Дәмін көрейік. Өте жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Дәмі балмұздақ секілді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын тортымызды кем дегенде 3 сағат холодильникте ерітеміз, себебі оны мұз болған соң арасындағы барлық ингредиенттері еру керек. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.